Hello my lovely students. How are you today? Бүгінгі сабақта біз 4-ші сыныптың ағылшын тілі пәнінен 52 және 53-ші беттегі тапсырмаларын талқылайтын боламыз. Сонымен қатар оны түсіндіру арқылы жасайтын боламыз. Бірінші бізде sounds and words деп тұр, дыбыстар мен сөздер деп тұр. Exercise 1. Listen, circle the words with the long I sound деп тұр. Тыңда және де дөңгелектеп қорша дейді. Нені қоршауымыз керек? I дыбысы бізде өзіміз білетіндей кейде алфавиттегідей I, ал кей жағдайда I деген сияқты дыбысталып қалады. Қысқа I және созылыңқы I деп айтылады екен. Сол қай жерде I деп созылыңқы айтылады. Сол сөздерді тауып белгіле дейді. Бірінші бізде big, үлкен, бұл жерде бізде I деп дыбысталып тұрған жоқ. Екінші right. Енді бізде read деп тұрған жоқпыз, яғни write деп тұрмыз. Демек, біз бұл жерде осы I деп дыбысталып тұрған сөздерді белгілеуіміз керек, яғни қоршауымыз керек, Екінші сөзді біз қоршап қоямыз, былай қоршап қоямыз. Right. Үшінші palace. Жоқ, бұл жерде біз palace деп тұрған жоқпыз, Төртінші bike. Неге big демейміз, bike демек біз оны қоршап алады екенбіз. Келесі fish, listen, ол бізде қысқа болып тұр. Time, ұзақ айтылып тұр, ол бізде I дыбысы ұзақ дыбысталып тұр. This night, қараймыз, міне night. Қазір тағы да бір ереже түсіндіретін боламын осы жерде. Мұқият тыңдап отырамыз. Chicken десек, бұл жерде бізде I дыбысы I деп оқылып тұрған жоқ, Fighter. Fighter десе I деп дыбысталып тұр. Демек, бұны да қоршап қоямыз. Fan десек, ол бізде I болып созылып тұрған жоқ. Dinner, ship, hospital, think, rabbit. Және соңғысы right. I деп оқылып тұрған дыбыстарды, яғни I дыбысы ұзақ созылыңқы айтып тұрған сөздерді осылай қоршап шық деп тұр. Және де бұл қай кезде біз I дейміз, қай кезде I дейміз дейді. Мысалы, мына қарасақ, big деген сөз G әріпімен аяқталып тұр. G бізде дауыссыз әріп, Дауыссыз әріптерге аяқталып тұрса, ендеше біз оны I деп қысқа қылып айтады екенбіз. Big, fish, listen деп көрдік па, соңындағы әріптерге қарасақ, дауыссыз әріптер екен. Ал мына жерде right, I-ге аяқталып тұр. Time, I дауысты әріптерге аяқталып тұр, Осы сияқты, мына жерде де right дауысты әріпке аяқталып тұр. Дауысты әріппен аяқталды ма, онда болды любой жерде I-да I деп оқиды екенбіз. Бұл бірінші ережеміз, Дауысты әріппен аяқталып тұр ма, бітті I деп оқимыз. Ал мына жерде мысалы, дауыстымен аяқталып тұр, бірақ та неге бұл жерде бізде I деп оқылмады десек, palace бұның оқылуы осылай болады, және де I-дан кейін бізде дауысты әріп тұрған жоқ. Бізде бұл C дауыссыз әріп келіп қалды. Сонымен қатар, мына жерде бізде дауыссызбен аяқталып тұр, ал T деген дауыссыз, бірақ сонда да біз I деп оқып тұрмыз ғой, жабық буындарда. Неге I десе, онда мына ережені сақтап аламыз есімізге. I, G, H осы үшеуі қатарынан келетін болса, G, H оқылмайды да, I-дың өзі I деп дыбысталып кетеді екен. Осы ережені сақтап аламыз. I, G, H үшеуі бірге қатар келген кезде G, H дыбысталмайды. Мына жерде I, G, H үшеуі қатар келіп тұр. Сондықтан night. Түсінікті ғой, Келесі exercise 2. Write the words with the long I sound. Can you see a pattern? Сен қандай да бір шаблондарды, сөздерді білесің ба дейді. Яғни, I деп созылыңқы айтылатын сөздерді сен білесің ба деп тұр. Сондай сөздерді белгілеп өзің жаз дейді, Ал мысалы, қандай сөздер білеміз? I деп қай жерде оқылады? Ал енді соны біз белгілеп көрейік. Мысалы, бірінші қандай сөзді жазсақ болады? Бірінші біз line-ды жазсақ болады, line, сызық, Екінші тағы да не жазсақ болады? Kite, батпырауық дегенді жазсақ болады. Kite, қараңыздар, осы жерде дауысты әріптермен аяқталып тұр. I деген бізде дауысты әріп, дауысты әріппен аяқталса, ол бізде ашық буын. Ал ашық буында біз I-ды I деп оқиды екенбіз. Түсінікті ғой,
Үшінші smile, я, күлімдеу деген сөз бар, smile. Және де төртінші тағы бір сөз жаза кетейік, не бар? Light, жарық деген сөз бар, я. Қараймыз. T дауыссыз әріпке аяқталса да біз I деп оқып тұрмыз. Себебі I, G, H үшеуі қатар келген кезде I деп дыбыстаймыз, G мен H дыбысталмай қалады дедік. Осы сияқты тағы да қандай сөздерді білесіңдер балалар өздерің? I деп оқылатын жерде, иә? Сондай әріптермен толықтырып, сондай сөздермен толықтырып жазсақ болады. Exercise 3. Listen, say, use the side words code and color the picture дейді. Бізде мына төменде сурет берілген сөздермен сол сөздерді бояп шығуымыз керек. Қандай түске белгіленіп тұр, иә? Side words бізде try, light, kind, right, by, fire деп тұр. Fire сөзін алайық. Жоқ, мына түстермен алайықшы. Try деген бізде күлгін түс болып тұр, иә? Try деген сөзді аламыздағыны біз осы суреттің ішінде, мысалы, try қайда тұр? Мінекей. Осыны try дегенді күлгінмен бояп шығамыз. Яғни бұл кодовый сөз болып тұр. Тапсырмалар осыны толықтай бояп шығады екенбіз. Енді мен қазір мына суреттің барлығын бояп отырмайтын болам. Жай ғана қандай түспен боялады, соны қарайық. Егер білсеңдер өздерің жасап, менің видео сабағым арқылы өздерің тексеріп алсаңдар болады. Түсінікті, иә? Келесі бізде не деп тұр? Light, жарық дегеніміз ол сары түспен белгіленіп тұр. Мінекей, сарымен бояйсыңдар, толықтай етіп бояңдар балалар бұны сендер. Келесі kind, ол бізде жасыл түсті, я, мейірімді дегеніміз қайда? Kind, мінекей, мына жақта тұр, жасылмен бояймыз. Right, дұрыс, ол бізде көк түспен боялады екен. Right, так, мына жерде мені көкпен бояймыз. Сосын кейін бар, by дегеніміз, бұл бізде енді күлгін қызыл ма? Оранжевый ғой, е? Ондай түс бар ма екен? Бізде бар екен. Міне, ол бізде by. Осындай түспен бояймыз, және де fire. Екі түсті мен шатасым. Fire бізде қызыл сияқты. Қызыл түспен бояп қоямыз fire'ны. Міне, осылай толықтай бояп шығамыз балалар. Келесі бізде 53-ші бет look and complete деп тұр, иә? Бірінші тапсырмада бізде қара және берілген сөйлемдерді толықтырып жаз деп тұр. Бізде 0 дегеніміз дәрігер болып тұр ғой, иә? 0 Ruby is a doctor деп бірінші жаз көрсеткен үлгі бойынша. Екінші бізде Anna is дейді. Екінші емес, енді бірінші суреттегі ғой. Fireman десек те болады, firefighter деп жазсақ болады екен осы жерде. Fire. Firefighter деп жазсақ болады. Не болмаса, ер адам болса fireman. Келесі, екінші бізде Jamie, ол бізде кім болып тұр? Cook, я, не болмаса, cooker деп айтсақ та болады. Аспазшы. Ол кім екен бізде? Аспазшы. Үшінші, Oscar is a, үшінші, ол бізде кім? Үшінші, policeman. Я, суретіне қарап тұрсақ, policeman. Policeman. Төртінші, Penny бізде кім екен? Төртінші, ол бізде farmer. Және де соңғысы бізде Tom is a кім? Postman, yeah? Postman. Яғни ол пошташы екен. Postman. Балалар осылай жазамыз. Келесі exercise to read and circle. Екінші тапсырмада оқы және де дөңгелектеп қорша дейді дұрысын. Мысалы, Peter дегеніміз ер адам, я, қыз баланың есімі емес. Peter is helping sick people, look at him болады екен, я, оған қарашы, ауырып жатқан адамдарға көмектесіп жатыр деп тұр. Peter болғандықтан оны him дейміз.
оған қара деп. Her деген ол әйел адамдарға қолданылады, сондықтан her'ні белгілемейміз, himді белгілейміз. Және де бұл үлгі, енді біріншіден бастаймыз. Where are Roy and Henry? Can you see? Him бола ма, them бола ма деп тұр, Әрине, бұл бізде them болады. Оларға қарашы. Өйткені him деген ол бір адамға айтылған сөз, оған қара деген сөз. Ал бізге оларға, екі адам тұр ғой. Екінші, these are my parcels. My деп белгілейміз. Өйткені my деген бізде сөйлемнің ортасында келеді, ал my деген соңында келетін еді. Бізде соңында тұрмағандықтан біз my'ды таңдаймыз. Please make bread with me дейміз, мен бірге. Мен деген сөзді таңдаймыз, мен деген сөзді таңдай алмаймыз, сөйлеміз дұрыс шықпай қалады. This coat is yours болады, енді ең соңында тұрғандықтан yours. Ал егер сөйлемнің ортасында келетін болса, онда біз your'ны таңдайтын едік. Келесі, our дейді, mother is a doctor. Біздің анамыз дәрігер десе, we деген біз, ал біздің дегеніміз our. Демек, our'ны таңдаймыз, біздің анамыз. Our mother is a doctor. Біз мама дәрігер деп айтамаймыз ғой, сөйлем дұрыс емес болып қалады. Біздің анамыз дейміз. Сондықтан ол бізде our болады. Exercise 3, make sentences. Сөйлемдерді дұрыс құрастыр дейді. Сөздердің орны ауысып кеткен, орын тәртібі. Мысал келтіріп қойыпты. 0-да, Where does he work? Special questions, арнайы сұрақтар. Осы секілді мына жаққа енді мен барлығын жазып отырмай белгілеп кетейін. Бірінші special question кетеді, арнайы сұрақ. How many? Екіншісін жазамыз. How many bags дейміз. Үшінші, Үшінші bags. Төртінші are. Бесінші there. Дәл осылай жазып шығамыз. How many? How деп бастаймыз. Мына жаққа балалар. How many деп арғарай өзіміз жазып шығайық. Екінші, тағда мен special question бірінші болады. What? Екінші, does. Auxiliary verb кетеді. What does she? Үшінші, төртінші, do болады. Дәл осылай жазып шығамыз. Әрі қарай үшінші тапсырма when деген. Бірінші special question белгілеп аламыз. When do they go to school деп жазамыз. Осы тәртіп бойынша жазамыз. Бірінші when, екінші do, үшінші they, төртінші go, бесінші to school. When do they go to school деген сөйлем шығады сонда, Сонымен қатар тағы да мені special question WH пен басталып тұр, Бірінші осыны қоямыз. Whose tractor is this? Орын тәртібі бойынша осылай жазылады. Сонымен қатар ары қарай тағы да who is she? Who is she? Who is she? Мысалы, осыны who бірінші жазылады, Who is және де she. Сұрау белгісін қоямыз. Who is she? Сонымен бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.